Жердің ортасында не бар? Dur boşamalar. Durs емес. Ye? Екі жүз адам айтты ғой еді. Еді. Ye var жердің ортасында. Не бар? Ядро бар. Кім бар? Ядро. Қазғыр? Ядро? Мен айттым ғой, химия, физика, биология жоқ деп ол. Қан ба? Bir şeyinde var. Жердің ортасында не бар? Мақұл, екі еселейін. Қана келді. Табылмаса мен де қарам да. Оны Майманский вариант дейді. Жердің ортасында не бар? Ені ұмытыңыздар, ядроны ұмытыңыздар, экватор сызығын ұмытыңыздар. Айттым ғой, химия, физика, биология жоқ. Болмай, жас, қалдыш, кішкене балдар жан болады ма? Не бар? Не бар? Жердің ортасында ма? Мен бармын, мен. Жердің ортасында не бар? Еш нәрсе жоқ. Тағымым деген осы. 3000 деген болды. Жердің ортасында не бар? Таппасаңыздар не бар? Не бар оған? Орыс? Отырсың, күдірмей жатыр. Вот дейді? Қандай бар? Жердің ортасында не бар екен? Кімге дедіңіз ба? Жақын қалдыңыз. Жеңілдік соғы, жем-жеңілік оқымаймыз. Шымкентті жақындап қалдыңыз негізі. Қазақстан бар, Қазақстан. Қазақстан кетіп қалдыңыз алысқа. Біз Шымкенттің өзін әлі алысқа кеттіміз ғой, бірақ Шымкент жақындап қалды. Тоқтап, не дедіңіз? Қанша тұр дейді? Не бар? Түркістан? Не бар? Тойға бар? Жақындап қалдыңыз. Жақындадыңыз. Қазына бар дейсіз, асқа кірдіңіз. Не бар? Адай бар дейді? Асаба бар? Жақындап қалдыңыз. Алтынжан бар, жақындап қалдыңыз. Жақындадыңыз. Не бар? Не бар? Тамада бар, жақындап қалдыңыз. Жақындадыңыз, сен соны айтсаңыз болды. Sen varsın, sen. Sen. Soda. Жоқ, басқа кірдіңіз. Не бар? Қай? Қайсы кім? А? Жақындап қалдыңыз. Кім сол қалдың? Адам сол кім? Адам! Кім айтпайды? Кім айтты? Міне, дұрыс айттыңыз. Адам да. Кім боласыз? Қай жақтан келдіңіз? Астанадан бар екен. Нағашыдан болады. Адам бар екен. Жердің ортасында адам болады екен. Егер адам жердің шетінде тұратын болса, ол былай қисайып тұрады екен. Кез келген адамның отырған жері, тұрған жері, ол жердің тура ортасы екен. Сондықтан білдірген сұрақ, иә? Кімнің әке шешесі жоқ? Кімнің? Кімнің? Адам атаның әке шешесі жоқ. Дұрыс айтасыз. Адам ата Хаваның әке шешесі жоқ екен. Асыл сөз қандай сөз? Бір-ақ ауыз сөз. Ол қандай сөз? Өсиет қандай өсиет? Адам болып екі сөз, бір сөз керек. Өсімен екі сөз, бір сөз керек. Немене? İşte Allah'ım istediğini o mısın? Karayın çıkıp kalanını göreyim. Vatan, kanı vatan. Sol, müsait, kanı söz. Hey, erkeler, kalan
Burak qanday Burak so'ra? Qanday Burak? Sol so'z. Burak qanday Burak? Qanday? Asl Burak iki so'z. Akada qolgan asl so'z bir so'z. Qanday so'z? Qanday bir so'z? O'zi qanday bir so'z? So'z, bir so'z. Adam ol bir so'z. Diye qanday demek so'z? Şişim! Ah şişim! Şişim! Bereketler. Ay bereketler. Al kelesi. Kelesi so'roq. Jannat kirsa qayerda? Ananing tavanida, ahining jurnalida, Allohanda. Qayerda? O'zingiz bilasiz. Qanday qiladi? Ananing tavanida, ahining ananing tavanida, ahining Ananın tavanında, akinin mazarında, rizamda, sonra bir hafif. Tavanında! Kayda! 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 Nereye? Sen mi? Kırız. Ananın tavanında, akinin kavağında. Bereketler. Bütün padşaların basigen kanı, Kayhan. Süleyman, özümüz. Şıkıskan. Bütün kanların basigen kanı, Kayhan. Kazak'ın. O kan Kazak'ın dedi. Şimdi sana da bakın hocam. Abla bakın olmasın diye. Sen bu işte mi çözgeyim mi? Yok, керек, қайдағы керек, Шығысханның өз басы екен деп отырмыз. Досжан, хан ба да, Досжан? Бүкіл хан бар, басы екен хан. Қазақстанда әлі бар ол хан. Ал, кетті. Қай хан? Басқа сәдейі бар? Ол хан! Келесі сұрақ. Тойға ең көп тояны алып келген кім? Нағашылар алыс. Қайынжылар алыстан? Кім? Кластастары жақындап қалды. Жолдастары жақындап қалды. Жоқ қайынжылар алыстан кірді. Құрдастары жақындап қалды. Кім? Әкеші көрінді. Тойын несі? Тойын біле ма? Өзі ма? Кім? Ең көп тояны алып келетін кім? Алыстан кірді. Башы алыстан кірді. Алыстан кірді қарайды. Башар бар. Қандай? Күйеуі алыстан кірді. Көршілер алыстап кетті. Кім? Әпкелер алыстап кетті. Достар жақын ет жаңа. Ағайындар жақын. Жақын қалыңыз. Балалар жақын. Алыстап кеттіңіз. Алыстап кеттіңіз. Жездіңдер. Пациенттері? Қай жерде осы жерде болма? Досжанның пациенттері дейді. Ең көп тоян алып келеді дейді. Әпкелер? Алыстап кеттіңіз. Күйеу болды? Алыстап кеттіңіз. Қалай? Молодец! Көңіл шамалда! Міне! Осы қалай! Ортада! Билеп беруге шығарып! Шақ шамала! Таштап қарамай! Осы қалай бермесін! Баста! Рахмет. Қазір айтып тұрады. Неге айтты деп жұлынбасайын? Неге айтты деп? Айтамын ғой қазір. Ең тоянаны көп алып келген кім болды екен?
той біткен соң еш біледі осы балки. Дұрыс айтады. Той біткеннен кейін білінеді дейді. Той біткенде ең соңынан кім қайтады? Сол ең көп тойын алып келген болып есептеледі. Неге? Өйткені біз уақытты немен есептейміз? Немен бағалаймыз? Ақшамен. Алтынмен бағалаймыз, дұрыс айтасыздар. Ал уақыттың соңына дейін кетпей осы тойда отырған адам алтыннан да сыйлық алып келуін есептеді деген. Мынау сіздер. Қошамет. Қошамет. Ал келесі сұрақ. Келесі сұрағымыз. Жерден көтеру оңай. Лақтыру қиын. Ол не? Бұл лақтыру қиын ба? Күні. Не бұл? Күні? Тас. Алу. Алуға қалай көтересіз? Ақша! Тұрмалша болады. Музыка! Кеттік! Келесі призіміздің егері ортаға шоқ-шоғына мініп беріп шығарып. Билеңіз. Билеңіз аламыз. Оңай емес, приз алу, оңай емес қанекей. Кеттік ортаға. Шамластарыңыз қайда? Қошемет беріңіз қайда? Негізі бұл тойға билейін деп келмеген сияқтысыз ғой? Көрініп тұрсыз ба? Келіңіз. Мынаның ішінен қалаған таңдап алыңыз. Бәрекелді. Қошемет деп қойыңыз. Ақша екен. Жерден көтеру оңай, ал енді оны лақтыру қиын, иә? Никогда лақтырмайсың ғой? Бәрекелді. Келесі сұрақ. Ең қиын мамандық. Құрылысшы ба? Ата-ана болу. Ата-ана болу қиын ба не? Ата-ана болу оңай ғой? Ашуланып, ертеңге ұрса саласың, қыртып саласың. Дәрігер дейді. Қане? Ең қиын мамандық. Не ол? Молодец! Адам болу. Қалағаныңыз. Адам болу. Ең қиын мамандық екен. Президент те болуға болады, дәрігер де болуға болады. Ал, олай болса, келесі сұрағымыз. Бұл өмірде не қалады? Сыйластық! Дұрыс емес. Жақсының аты, ғалымның хаты. Молодец, келген. Ортаға, билеген. Сразу. Шақшағына, музыка. Кеттік. Шақшағына, тек шақшағына. Шақшағына. Шөдіп келесің. Қандай приз айтасың? Рахмет. Қопқа түскен адам сияқты. Бұл өмірде не қалады екен? Жақсының аты, ғалымның хаты. Жақсының аты, ғалымның хаты қалады екен. Дұрыс па? Дұрыс, молодец. Қалағаның бар. Ана айтып қалмай тұрған алды. Ерікке дейсің бе? Мына жақта кресел қарап тұр ғой. Қарап тұр ғой. Айт бәрекелді.